Баршаңызға қайырлы күн достар. Салат жапырағының денсаулыққа пайдасы. Жалпы салат жапырағын күнделікті ас үйде қолданғанымызбен оның медицинада атқаратын қызметі зор. Ол тағамға ерекше дәм береді, әрі адам денсаулығын нығайта түседі. Салат жапырағының денсаулыққа пайдасын бірі білсе, бірі білмейді. Назарларыңызға салат жапырағының емдік қасиеттерін ұсынатын боламыз. Біріншіден, салат жапырағының құрамында пи, с дәрумені және де кальций, темір, йод, калий, мырыш, фосфор және де мыс секілді минералды заттар бар. Сонымен қатар көп кездесе бермейтін лактуцин деген зат бар. Ол жүйке жүйені тынықтырып, ұйқыңызды жақсартады. Ағзадағы тұздың мөлшерін реттейді. Екіншіден, құрамындағы фолий қышқылы мен пектин ішек жолдарының жұмысын реттеп, ағзадағы холестеринді шығарады. Темір тапшылықтың орнын толтырып, қан аздықтан құтқарады. Пи дәрумені қан тамырларды жақсартады. Үшіншіден, жапырақтың құрамындағы каротиноид көздің көру қабілетін жақсартып, қырағы етуге ықпал етеді. Сонымен қатар терінің саулығын сақтап, альцгеймер деген атты жаман аурудан сақтайды. Төртіншіден, адам ағзасы үшін ең пайдалы фолий қышқылын да осы көктің құрамынан аласыз. Бұл қышқылдың әсіресе жас балалар мен жүкті аналарға тигізер көмегі өте көп. Ол балалардың қысылмай өсуіне, ақыл ойының дамуына, иммундық жүйесінің мықты болуына ықпал етеді. Бесіншіден, К дәрумені сүйек пен қан қысымы ауруларында таптырмайтын дәрумен. Бұл тапшы әрі бағалы затты салат жапырағынан алуға болады. Дәрігерлер өзі арзан, өзі дәмді, өзі пайдалы жапырақты жасыл дәрігер деп атайды екен. Алтыншыдан, тұмауды дәріге қарағанда салат жапырағы тез емдейді екен. Жетіншіден, салат жапырағынан дайындалатын балғын шырынды сумен араластырып ішсеңіз, созылмалы гастрит, асқазан мен 12 елі ішек жарасына керемет ем болады. Сегізіншіден, салат жапырағын үздіксіз қолданып жүрсеңіз, қан айналымды реттеп, зат алмасуды жақсартады. Сонымен қатар, ағзаңызды бір тәуліктік с дәруменімен қамтисыз. Негізінде ересек адамдар тәулігіне 90 мг с дәруменін алу қажет, ал 100 грамм салат жапырағында 10-нан 50 мг дейін с дәрумені болады. 9-шы халық емінде салат жапырағының шырынын шаштың түбін нығайту үшін, ал дәнінен жасалған тұнбаны көкірек сүтін көбейту үшін қолданған екен. Соңғы 10-шы қасиеті, бірақ бұл зиянды қасиеті болып табылады, яғни емдік қасиеті мол салат жапырағын құяң, немесе несеп жол ауруларында, ауыр әрі созылмалы тоқішек ауруларында және бүйрек ауруларында қолдануға болмайды. Достар, егерде ақпарат пайдалы болатын болса, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.